Жексенбідегі жекпе-жекте сөз қастыратын, еңбектеген баладан ең кейген кәріге дейін тыңдаған жанның жүрегін жырыммен баурасам деп оңтүстіктен келген ақын Ғабит Сапарбеков. Баптардың бабы Арыстан Баптың өлкесі Шым қаладан келген ақын ұлдарыңызға аламанда демеу болыңыздар ағайын. Жүрегінің лүпілін, көңілінің күмбірін қара өлеңге қосып жырласам деп, Жамбыл өлкесінен келген ақын Олжас Отар. Дана халқым 2000 жылдық тарихы бар Тараздан келген ақын ұлдарыңыз аламандада да сөзден сүрінбесін деп тілеңіз. Өткір сөз тізбектерімен төз қағыстыратын ақындардың айтысын қарашаның 11 күні тамашалаңыздар. Ассалаумағалейкум. Көсем сөзге келгенде көк найзадай шаншылған жаны жайсаң ағайын, армысыздар ақынын ардақтай білген ағайын. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде жексенбінің кешінде Аламан айтыс теледуманының кезекті ақындар арасындағы сөз сайысын бастаймыз. Қызу тартыстың алдында көрермендердің құрметіне Арайлым Мамырбекова сазген ансамблінің сүйемелдеуімен халық әні Қымыз құйғышты орындайды, қабыл алыңыздар. Арайлым Мамырбекова және сазген ансамблі. Құрмет білдіріңіздер ағайын. Қадірменді қалайық, осыған дейін өздеріңіз білесіздер, 9 топтың алғашқы ақындары айтысып шыққан болатын. Енді Аламан айтыс теледуманының ережесіне сәйкес бүгін екінші ретпен іріктелген ақындар арасындағы алғашқы айтыс өтеді. Бүгін қара өлеңді ағалмастай жарқылдатсам деп Түмен бапты Түркістаннан келген оңтүстік қазақстандық Ғабит Сапарбеков пен тарихы терең Тараз өңірінен келген ақын Олжас Отар сөз аламанына түседі. Отар Олжас Аслангелдіұлы 1977 жылы мамырдың 30-ында Жамбыл облысы Талас ауданында дүниеге келген. Көршісінің қазанына көзі артпақ түгілі, ешкімнің ала жібін аттамаған, жалазаған ұлықтаған атам қазақ, Есім ханның ескі жолымен, Қасым ханның қасқа жолымен жүрген. Ақындыққа бала күнімнен жақын болып өстім. Алғашқыда облыс қайыстарда өнер көрсетіп жүрдім. Bir талай жүлделерді еншіледім. Салықта қызмет ететін адамға ең әуелі білім мен біліктілік қажет деп ойлаймын. Бұл қасиеттер халқының қамын жейтін ақынның да бойынан табылғаны абзал. Қасиетіңнен айналайын қазағым, қас жүйріктердің сөз бәйгесінде
маған қолдау көрсетсеңіздер, мен де қарсыласыма есемді жібермеспін. Сапарбеков Ғабит Қадырбекұлы 1987 жылы тамыздың 14-інде Шымкент қаласында туған. Ұлт боп ұю үшін тілің, білің, сана сезімің, ақыл ойың, бүкіл болмыс бітімің, тіпті ойының да қазақша болу керек. Шығу тарихы 4000 жылдық кезеңді қамтитын. Тоғызқұмалақ ойында көшпелі халқымыздың тыныс тіршілігі, еліміздің жүргізген саясаты анық байқалады. Оның үстіне ол ойын ұқыптылық пен сақтықты аса қажет етеді. Бұл айтыскер ақынға да аса керек қасиеттердің бірі деп білем. Сүйектен өтер сөз құдіретінің мәртебесін асқақтату мен секілді ұланның басты міндеті деп білем. Оңтүстіктің ыстық ықыласын жұдырықтай жүрегіне сыйдырып берген ақын ұлдарыңыздың аузына Алла аламанда ақ сөз салсын деп тілейміз. Ардақты ағайын, алқаға жыр алымы Жамбылдың атын емденген облыстан Олжас Отар келе жатыр. Қарсы алыңыздар, ақынға лайық қошемет білдірейік. Олжас Отар, Жамбыл облысы. Және оның қарсыласы бүгінгі айтыста Олжаспен сөз тартыстыратын Ғабит Сапарбеков те оңтүстіктің ыстық ықыласын жұдырықтай жүрегіне сыйдырып орталарыңызға көтеріп келе жатыр. Ғабит Сапарбеков, қарсы алыңыздар. Ақындарымыз қызу тартысты тағатсыздана күтіп отырған ағайынға көрерменнің көңілінен шығардай жарқылдасын деген оймен айтыстың алғашқы бөлімі талдауды бастайық. Өздеріңізге белгілі талдауда алдын ала берілген тақырыптың бірі дәл қазір осы жерде таңдалады. Қадірменді қалайық, құрметті көрермендер, міне өздеріңіз куә болғандай 5 тақырып конверттің ішіне жасырылған. Бүгін арамызға құрметті мейман қонақ ретінде Бекболат Тілеуханов келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Осындағы кез келген тақырыптың біреуін міне дүйім жұрттың алдында таңдап берсеңіз. Көмектесейін, сізге. Сонымен міне өздеріңіз куә болғандай 5 тақырыптың ішінен адамдық борышың деген тақырып таңдалды. Қадірменді ағайын, олай болса ақындарымызға сәт сапар тілейік. Рахметің кәр. Бірінші бөлім талдауға берілетін уақыт белгілі. Олай болса сөзді бірінші болып жамбылдық Олжас Отар бастайды. Құрмет білдіріңіздер. Самғатқан саңғиялдың қанатыншын, ауылда асық ойнап жүрген кезде сен маған арман қала болатынсың. Құмартып көктөбемен медеуіңе санама талай тәтті ой салатынсың. Арқаңды Алатауға тіреп алып, шаттықтың шамшырағын жағатынсың. Көзді арбап күндіз зәулім ғимаратың, алтынды айдан сырға тағатынсың. Қонайып атамыздың көзіндей боп, асқақтап даңқың әлі дара тұрсың. Мұндағы ағайынға айтарым сол, тарихың тамырыңмен таратылсын. Жолдызың биік жанған жұртқа айналып, ұл-қызың шаттықпенен таң атырсын. Әрлі өмірің гүлденіп одан сайын, әр келінің оннан бала тусын. Бұл үнім отырса да жайлап күліп, ақынем танытатын айбаттылық. Айтыстың өзің едің құлагері, көтерген қар өлеңді байрақ қылып. Жауға шабар батырдай жеттің бенім, 5 қаруды бойдағы сайлап тұрып. Көрейін, мықтылығын көрейін, бұл үнімнің сыбағасын берейін жайлап тұрып. Сөзім секер болғанда жырым кәусар, көрейін қызыл тілді қайрақ қылып. Шымыр сөзбен шымшылап бұл үнімді жіліктеп жіберейін жайғастырып. Сөзің шекер болғанда жырың кәусар, қар өлеңді жіберші қаймақ қылып. Аман есен келдің бе оңтүстіктен, ағама көрсетем деп қайраттылық.
ұлықтағың құдайыңды, жаратқан жерменен көк күнайыңды. Жақсы жаман ісіңе тәуба десең, бір Алла кіргізеді шырайыңды. Атқа мінер ағалар адал болса, шетелге сатқызбас ет мұнайыңды. Отаныңа опасыз болсаң егер, Тәңір сезіп тұрады сыңайыңды. Адамдық борыштарын ұмытқандар ешқашан ойламайды уайымды. Халық емес қарынын ойлайтұғын, шекпенділер кешіп жүр ылайыңды. Кәнденіне талатып құмайыңды, жиып жүр бұл қоғамда кім айылды. Ақынға шөкте өлең, шөңгеде өлең, шабыт келсе домбырамдап елге келем. Ассалаумағалейкум қайсар қазақ, елуліктің шыңына өрмелеген. Қолдаса көкте құдай, жерде халық, ешкімге намысымды бермегенім. Әлемде сөз қадірін түсінетін, кім десе қазақ берем термелеген. Тұлпарларын танитын қолын кезден, қазағым дана едің сен не деген. Осындай дана елге жыр арнаған, құдай ау бақыт дедім мен не деген. Әкеләдім Тұлпарлардың соңында шаң қалады, ақындардың соңында ән қалады. Оңтүстік құтты өлке ырыс қонған, сөзімнің ақиқаты сол болады. Қаратаудан табылғаны жалған емес, өркениеттің алғашқы таңбалары. Айтыста айтпай кету күнә маған, Яссауидей данышпан жан бабаны. Түркістан тұранының бойтұмары, қазақтың қаймағының сонда бәрі. 20-сында жарқ еткен найзағайдай, туылар ербек заттай арлан әлі. Шымкентім оңтүстіктің жүрегіндей, көргенде көрген адам таң қалады. Жасыл желек жамылған шым қаланы, сүймеске адамзаттың бармамалы. Тұрағым оңтүстікте болған менен, жыр әнім бар қазаққа арналады. Ол жасағам алдымда жыр құрады, шабуылдап барады құрғыр әні. Ол жеге тебегенге ұқсайсың ғой, айтыста кімдер жеңді кім құлады. Асқақтап сөйлей берме ініңізге, тебегенді сүзеген сындырады. Алдымен Алла алдында борыштымыз, Алла деп бастаймыз ғой барысты біз. Қамалдай берік иман тұнық көңіл, бес парыз ұмытпайық кеністі біз. Сабырды сары алтындай салмақ етіп, біліммен кеңейтейік өрісті біз. Яссауи хикметінде жазылғандай, қолдаусат жетім жесір кемісті біз. Осынау борыштарды атқар алсақ, жолығар гүл көктеммен жемісті көз. Басты шарт шариатқа десек сену, содан соң мүмін деген есепкену. Борыштың біріншісі иман қылып, сүннетке мәңгі бақи жетектелу. Екіншісі 5 уақыт намаз оқып, шайтанның соққысына төтеп беру. Үшіншісі 30 күн ораза қой, оны да жарамайды сөгет көру. Төртіншісі 4 түлік малың болса, кембағал мен кедейге зекет беру. Бесіншісі қағбаға тәуіп қылып, қажылық парызыңды өтеп келу. Ислам амал болды бүгін жай бір, имамдардың сөздері шығындай құр. Құдайы тамақ бергіш күзірлілер, Құдайдың 5 парызын ұғынбай жүр.
Құбылаға қаратып мал сойған мен, жүздері қыбылаға бұрылмай жүрейм. Бұл олжас елдің мұңын уайымдайды, абайлап алды артын пайымдайды. Сатқындар аз емес қой бұл қоғамда, ол енді еш уақытта жойылмайды. Иманы кәміл адам болған жақсы, жөнсіз жаман амалға бойырмайды. Адамдық борыштарын ұмытқандар, анасын сатудан да тайынбайды. Күткенде әр пендені нәсіп алдан, мен емес сөз таба алмай тосылар жан. Сан соқтырған сатқындық салдарынан, орта жолда үзілді асыл арман. Тарихтың безбенін мен өлшеп көрсек, бұл айтқан сөздерімнің несі жалған. Кешегі 37 жыл зұлматында талайдың сатқындыққа дәті барған. Сын сағат келген кезде сырт айналды, талайлар Қонаевтың досы болған. Осындай опасыздық емес беді, қапияда Махамбеттің басын алған. Бір сатқын шықпағанда, Шыңғысханда, ойсырай жеңілер рет отырардан. Тәрік қылмас отан мен азаматын, жүректе адамдықтың оты бар жан. Адамдық борыштарын ұғынбайтын, сақтансақ сақтанайық осылардан. Шып! Бұл ғабит қар өлеңмен атын мінді, өлеңмен табайыншы бақытымды. Ол жеге тізгінімді босатып ем, азырақ жеп қойдың ғой уақытымды. Әгегәрім, әгегәрім ай. Прокурор қылмыскерден пара алмаса, қылмыскер құтылар жол таба алмаса. Директор жас маманды қабылдарда, шатыр емес біліміне қарар болса. Студент емтиханға кірер кезде, тек сынақ кітабымен барар болса. Дәрігерлер антына адал болып, науқастың өміріне алаң болса. Жол сақшысы ереже бұзғандарды, көкесіне қарамай қамар болса. Ревизорлар саунаға мойын бұрмай, кеңседен кемшілікті табар болса. Әншілерде компьютермен дауыс қоспай, өзінің даусымен ән салар болса. Журналистер тура жолдан ауытқымай, көсіліп ақиқатты жазар болса. Есепшілер бюджетті әділ бөліп, тек қана өз айлығын алар болса. Кәсіпкерлер ақшасын банкке тықпай, бір қауым кедейлерді бағар болса. Сайлауда сарапшылар заңды бұзбай, дауысты әділімен санар болса. Ордадағы депутаттар ұлтшыл болып, жүрегі қазағым деп соғар болса. Орысша сөйлеп қалған министрді саяси тәсілменен сабар болса. Сенаторлар Төлеғазбек Әйтекедей қара қылды қақ бөліп жарар болса. Үкімет жемқорлыққа соғыс асып, тамырын аямастан шабар болса. Әр қазаққа 10 соттық жер ұсынып, қуанып кедей естен таңар болса. Шіркін-ай, менде арман болмас еді-ау, осы сөздің барлығы болар болса. Қоғамда ілгеріге жылжиды ғой, әр маман борышына адал болса. Тақырыпқа айтысу шарт боп еді, Бекболат ағам өзі ат береді. Құдайдың біз ұғынсақ құдіретін, ақ қараны әрқашан қақ бөледі. Мысалы, бүгінгінің шекпендісі шетінен уәдеге мәрт келеді. Арманы депутаттық мандат болып, сайлауға қатысуды салт көреді.
Bir günde komünizm ornatan деп халқына үйіп төгіп ант береді. Артынан анты да жоқ, өзі де жоқ, көрсетпей төбелерін жалт береді. Оғымын мөлшерінен тарги адам, ұят деп қарамайды бәлки оған. Осындай келеңсіз бір көріністер іздесең табылады әр қиядан. Осындай қылықтарын көрген кезде ұшты деп айта алмайсың арлы ұядан. Солдаттар да отанына антын беріп, артынша қашып кетеді армиядан. Көрсетіп үстемдігім баға жатыр, сап-сап деп сабыры бірақ санада тұр. Айлықты 30% көтерседі, болып тұр оның құны қара бақыр. Оны қойшы айтайық адамдықты, енді бұған сен не дейсің бала батыр? Жұртымның жүздерінен жылу кетіп, жақындап қалғандай ма заман ақыр? Аурудың алдын егер біз алмасақ, ертең кеш боп қалады қарада тұр. Бүгіндел дүниеге құмартқанмен түбіндел опа бермей қалады ақыр. Қымбаттап нан бағасы баратқанмен арзандап адамшылық бара жатыр. Қазақпыз көмейінен жыр кетпеген, тәуелсіз еліміз бар гүл көктеген. Адамдық борыш болып табылады, аяулы ата-ананы құрметтеген. Ол жерге сен де ақынның бірі едің, өз басын қарсыласқа тілдетпеген. Шып! Қазақтың қайсарлығын әлем білді, сонау желтоқсандағы дүрмекпенен. Тәуелсіз еліміздің бағы үшін шабыттың шамшырағын үрлеп көрем. Татулық керек біздің елімізге, бірлікті ең негізгі діңгектерем. Әгегәгім, өлеңмен көмкерейік жарысты біз, сөз бұйдаға салмайық намысты біз. Тәуелсіз ел болғалы ол жасаға, иншалла жылжыдық-ау табыстымыз. Астанамыз елдігімнің айнасындай, айту шарт осындайда бар істі біз. Әр қазақ өз тарихын білу керек, қарамай өткеніне ат үсті біз. Бұл күні қазақ елін әлем білер, қалмайды елу елден қалысқымыз. Күлтегінді Астанаға алып келдік, келеді рухсыздықпен алысқымыз. Дүниеге қазақ болып туылған сон, қазақ болып өлуге борыштымыз. Отсаңдар әнжырымды қалап бәрің, жөн болар әсән жырды таратқаным. Қазағым не көрмеді күнігі кеше, тарихтың ашар болсам парақтарын. Адамдық борышыңның бірі осы, отбасылық жаға білсең әр оттарын. Белді шешіп ғабитау кіріссеңші, желеп жебеп жіберет жаратқаным. Інні шектемеймін талабыңды,
мен сенің түсірмеймін қабағыңды. Ақиқатын арнасаң ел жұртыңа, Құдай сенің төмендетпес жанарыңды. Адамдық борышыңның бірі осы, жақсылап оқысаңшы сабағыңды. Қадірменді ағайын, осымен бірінші бөлім талдау аяқталды. Өздеріңіз куә болып отырсыздар. Енді айтысқа түскен, бүгінгі аламан додаға түскен бұл ақындарымызға кәсіби көзқарасын білдіріп, бағасын беретін тәуелсіз сарапшыларымызбен таныстыра кетейін. Филология ғылымдарының докторы профессор Гүлбану Қосымова. Және филология ғылымдарының докторы Тоқтар Әлібеков. Филология ғылымдарының кандидаты Жібек Доспайды арамызда. Енді қадірменді ағайын, айтыстың келесі бөлімі самғау басталды. Екінші бөлімге берілетін уақыт ішінде ақындарымыз келелі мәселелерді көтере сөз қозғауы керек. Олай болса, сәттілік тілейік ақындарға. Демеймін ғабит сені бөтен едің, мен сені көк байрақтай көтеремін. Келгенде ақиқатын айту керек, мініңді айтқым келет төфелегім. Бағыс пен Түркістанды өзбек алып, оңтүстік қызбай тұр ғой шекелерің. Осындай сұмдыққа да жолды беріп, не қарап отыр сенің көкелерің. Бағыс сенің ауылың болса егер, өзбекке қарай сен де кетер едің. Жарт жерге ұзатылған қыздай болып, еліңді аңсауменен өтер едің. Осынау өтіп жатқан аламанға шетелдің қазағы болып жетер едің. Осынау өтіп жатқан аламанды халықаралық айтыс етер едің. Бұндайда ашынбайды бекер аға, шындықты жайып салам осы арада. Бағыс пен Түркістандық ағайынды жәутеңдетпе сен өзге босағаға. Үш ауданды алып қой, алғандары азбай еді, үндерің жоғарыға жет алама. Осы жағын неге сендер ескермедің, келісім болған кезде шекарада. Қалып кеткен ағайын шекарада, қашанғы сандалады екі арада. Қаратаудың баурайын мекендеген, ойымыз бір елге қызмет етем деген. Қаратау сенің де анаң, менің де анам, парызымыз бар біздің өтелмеген. Шымкент Тараз Қаратаудың қос баласы, жан бар ма осы ойды көтермеген. Шәмші ағамыз таласқа барған кезде ән шығарып шабытын нөсерлеген. Осылай сөйлеп жатыр дүлдүлінің, дей алам өз ісімнің білгірімін. Көршіңді қаралаумен оз алмайсың, осыған жетпеді ме шын білімің. Жақсын айтып жаманды жасырсайшы, шырқайық қос қаланың бірлігінің. Біз түгілі ол жеке қарғаларда көздерін шұқымайды бір-бірінің. Ол жеке бос сөз балар мұның бәрі, онаңда рухтайтайық ұғымдағы. 90 жыл толыпты ғой биыл міне, алашатты партия құрылғалы. Ел рухын сілкіндірген сол партия ақиқаттан өзгеге бұрылмады. Лениннің дәл өзінде датын айтқан Әлихан Нарғазақтың білімдары. Қазақты тасбұғаудан
босатам деп Ахмет маса болып шырылдады. Қайтсе мен қазағымды оятам деп Міржақып саясаттың туын алды. Арыстанмын айбатыма кім шыдар деп Ермағжан елдің ауыр жүгін алды. Ел үшін еңіреген ерлерімнің шықты ғой абақтыда шыбын жаны. Қазақтың бар қаймағын қырып салған Сталин зұлым екен шынындағы. Әлихандар айтып кеткен мәселелер маңызы жойылған жоқ бүгінде әлі. Мәселен тілді алайық, дінді алайық, айтпаған осыларды кімін қалды? Бодандықтың ең ауыр сарқытындай жасқаншақтық деген бір ұғым қалды. Нигилизм деген нәрсе қанымызға неліктен шықпастай боп кіріп алды. Қазақтың момындығын пайдаланып көрінген мойнымызға шығып алды. Сондықтан рухың доят беу қазағым, түлейік қыран құстай тұғырдағы. Қайран шіркін аласын көсемдер ай, тарихта айбының мен үнің қалды. Шабытын ерке талас ағысындай, шабысын Тайбурылдың шабысындай. Домбыра тартуыңа қарап тұрсам, Шорабек көкеміздің қағысындай. Ағасы пейіліңіз кең секілді, қазақтың ұлан байтақ қонысындай. Жайғасып отырыпсыз алдымызда, бір елді билеп отқан болысындай. Оу деп оталғаның мықты екен, Уралмата цигелінің дауысындай. Бисмиллах, тағы енді сөз бастадым. Өлеңнің суырайын алдаспанын. Шетелде жүрген біздің қазақтармен қалаймын ұлы көштің жалғасқанын. Ғабит-ау, бұны айтпасаң нен айтасың? Қашанғы жатта жүрет қандастарым ақынның естілгенде толғаны, біріктеген қазақтың бұл ұраны. Шетелдегі қазақтар келіп жатса, көбейіп қалың қазақ толығады. Жаттанды сөздеріңді айтып отсың, осыма бөрілердің торығаны. Суырып салып айтам әр сөзімді, өлмегенге өлі балық жолығады. Ол рас, домбыраны тарта алмаймын, демеймін, бірақ үміт арта алмаймын. Домбыр емес Ғабит-ау, мәнінде ғой, кет бұға бағам құсап, кер толғаймын. Оңтүстік ежелден ақ тектедіңдер, сондықтан өніп өсіп көктедіңдер. Асанбай, Амалбектер түрлендірген қалаңның қадіріне жетпедіңдер. Өмірзақ ағам келіп Шымқаланың базар мен көшелерін реттедіңдер. Жазықсыз сәбилерге іспей сыйлап халықты уайымсыз етпедіңдер. Қауқарсыз төрт дәрігер сотты болып кінәлі басшыларын естедіңдер. Былтыр
Туғры солай бүкіл ел шуласа да ағайын басқа жаққа көшпедіңдер. Ал биыл жылусыз бір қалдырардай оңтүстік енді қайда беттедіңдер. Орманып әкіміңмен ақылдасып інішек осы жағын ескеріңдер. Спит болып жатқандарың аз болғандай туберкулез болайын деп педіңдер. Сөз айтам ғабиттейін көшеліге, мерейін ел алдында өседі ме? Айғағың қызық газет махаббатың айналып тұр баспа сөз көсеміне. Осыны оқып алған талай жастар шайтанның еріп кетті жетегіне. Залдағы отқан талай көкелерім намаз оқып жүрген жоқ етегіне. Әулие әмбилердің отан едің, айналдырма жын шайтан мекеніне. Тиіп жатыр шоқпар құсап, ойын ба ініңізді жатқан тұсап. Суырып салмадым деп айтасың ау, мен өзіңе ағам деп ашам құсап, ашам құсақ. О жағымнан диесің бұ жағымнан, қалмақтар зуылдатқан оқтар құсап. Сөздерін мен есімнен таңдырды ғой, шу жақта өндірілген көкнар құсап. Сөйлейін сахнада сері құсап, Ақбастаудың намысты ері құсап. Жасың мен атағыңнан қорықпаймын, алайын қар өлеңмен сені тұсап. Тоғанас есіркептің ұрпағымын, ашатын барған кезде елі құсақ. Асқақтап барасың ғой жезқазғанға, құлаған Платонның өзі құсап. Тулайсың Қазақстанның қақпасына, еніп кеткен қарсыластың добы құсап. Тіл тигізбей Шымкентке айтар болсан, сыйлаймын бір шаһардың бегі құсап. Егерде шабуылдасам қорғанамын, әйгілі салқам жәңгір қолы құсап. Сен маған қайта-қайта тап бересің, жемтікке ұмтылатын бөрі құсап. Мен бірақ бөрілерден қорықпаймын, өйткені жүрегім от, көңілім шат. Айбаттанып келгенде бөрі құсап, бүктетіліп қайтпағайсың тері құсап. Ағамның көп боп тұр ғой деректері, мінімді тізбелеп бір безектеді. Қара пиярдың шебері болып апсың. Жаңалығын ерекпеді. Осынау мәселені Алматыға кеп, Алталашқа жаю саған керек педі. Айтар болсаң бетке айттың мінімізді, ағасы түсінеміз мұныңызды. Таразында талай міні толып жатыр, ашпай отыр әніңіз сыныңызды. Шымкент деген әулиелер жер еді ғой, ағасы түсірмеңіз құнымызды. Қазақта мынадай бір мақал бар ғой, текті жерге тигізбеңіз тіліңізді. Алағайын тектігесін, бұл олжас жақсылыққа бет түзесін. Оңтүстік дәлізі ой есірткінің, өзбекке қарай оны өткізетін. Бұл
жайлы ақпаратты оқығанмын, ақтарып тарих бетін естігесін. Ғабитау болып тұрсың бақталасың, қалайша бұған енді ақталасың. Шу жақтың анашасын айтып өтіп, ол жасты құлатуға шақ қаласың. Бәріміз есірткімен күресейік, елуліктің қатарына аппаратын. Өзбектерге өткізіп анашаны, несінде Ғабитінім мақтанасың. Өрілсін жақсылықпен өзініміз, Ғабитте бөтен емес өзініміз. Ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызына кезігіңіз. Жаныңыздың жартысын тауып алып, жастығының шетіне көз іліңіз. Келін болып жарытпас кербездерден бес көше аулақ жүріп безініңіз. Шіріген жұмыртқадай қыздарды ойлап, іріген сүттей болдау сезіміміз. Ғабитау арылама сордан қоғам, ел жұртын қайырмаса жолдан жаман. Ертелі кеш бұл күнде эфирлерден сериалдар санамды олап сорған заман. Назарға назар салған ауылда кел, айрылып мал мүлкінен қалған заман. Әйелдер әдеппенен тәрбиені бір беткей бериваннан алған заман. Абайға жан жолуын берген нәжең, зереден зерда қымбат болған заман. Мал қымбат, жерің қымбат, үйің қымбат, Құдаға тартатұғын сыйың қымбат. Ағасы бұл ініңіз үйленеді, басына қонып жатса кейін бір бақ. Алатаудың төрінде жиын боп тұр, қошеметпен алдымда дүйім көп тұр. Үйлену оңай, үй болу қиын деушет, жастарға пәтер деген түйін боп тұр. Баспанасыз қазақтың жастарына қатал нарық басынмен иілдеп тұр. Үй болуым бұлай тұрсын бұл күндері, үйленудің өзі де қиын боп тұр. Ардақ тағайын, алқалаған әлеумет. Міне айтысымыздың шешуші сәті жалғау бөліміне де жеттік. Айтыскер ақындарымыз осы сәтте шаппа-шап айтыс көрсетіп, сұрып салмалық шеберлігін сынға салады. Арқалы ақындар айтыс сөз арасын бөтен сөзбен бұлғамай, уақытыңызды тиімді пайдаланыңыздар. Жалғау басталды. Қалайша бұған ағаң жасымайды, берілме уайымға басып айлы. Жаратқан пендесінен нәсіп береді, жаратқан Алла өзі асырайды. Жаратқан өзі бізді асырайды, Алласыз пенде бағы тасымайды. Ағасы мың рахмет мына саған, сахнада айтып берген осы жайды. Қытайларға қазақ қызы ұнап жатыр, ұнатып жаңа отбасы құрап жатыр. Су жаңа күйеу бала қайын жұрттан төс емес азаматтық сұрап жатыр. Дедің бе отбасыны құрап жатыр,
бірақ ол Қытайларға ұнап жатыр. Қытайлар қазақ жері қаптап кетсе, күніміз не болады деп жылап жатыр. Білмеймін, бап шабама, бақ шабама, бақ пен бақтың мықтысы ақша ғана. Құрығына сырығын жалғайтұғын, білімгер дегендерің тас шабалай. Білімгерлер емес аға тас шабала, жөн болар қанаттарын жазса бала. Тас шабала болады білімгерлер, бұл қоғам жемқорлықпен азса ғана. Шап! Билік болса жақсысты өргізерім, тарихқа әділ баға бергізерім. Кириллицаны қолданыстан алып тастап, көк түріктер жазуын енгізерім. Жетейік жақсылыққа ел түзеген, егемендік туы бар желбіреген. Өзіңдей білім қуған білімгерге ай сайын $500 бергізерім. Өткен соң балалықтан ала шапқын, келеді құлагердей дара шапқын. Санаға саңғылымның шамын жағып, иесі боп шығыңдар парасаттың. Халықтың қызметіне жарасақмын, иесі боламыз ау парасаттың. Біз сияқты жастарда өседі әлі, боп кетпесе елімізде алашапқын. Түркістан театрымен мақтанады, театрдан көрермен бақ табады. Райымбек Сейтметовтей заңғар ұлдың есімі ел есінде сақталады. Ақындар ел жұртынан бақ табады, қалықтап қырандай боп жатса дәні. Ақын боп ел алдына келгеннен соң, ол жастар ақиқатын ақтарады. Көк көшқан қарлығаштай отырардан биікке жетелейді батыл арман. Ғабит пен Олжас балаң шығып қалды, атақты ағалардың атын алған. Небір текті шыққан ғой отырардан, осыны түсінеді оты бар жан. Ағаларын құренді атын алмай, ол болайық өнегелі затын алған. Ол жеке бір Аллаға жалына біл, жақсылықтың жанынан табыла біл. Қазақстанның футболсыз жігіттері Сербияны ұтса екен тағы да бір. Ұтса ұтсын деп тіле тағы да бір, Құдайым берсін деймін жағым ажыр. Ел деген азаматтар аман болса, асқақтап қазағымның бағы да тұр. Ағайын үмітіңді артып тұрсың, бүгін міне айтыс көріп шалқып тұрсың. Келіндерің азамат ұлды тапса, Бекболат ағамызға тартып тусын.
ойнап шалқып тұрсын. Ақындардың әуеніне балқып тұрсын. Бекболат ағамыздай батыр болып, халықтың мұңын ойлап жортып тұрсын. Әнигәрім, біреулер Шыңғысханды қазақ дейді, ғалымдар бұл пікірді мазақ дейді. Егерде Шыңғысхан қазақ болса, соққының көбіндегі қазақ жейді. Ол кімдер Шыңғысханды қазақ дейді, жорығы бұл қазаққа ғажап дейді. Шыңғысханның қазаққа қатысы жоқ, Шыңғысханнан қазаққа азап дейді. Шығайын шабуылға жайлап анық, осынау сахнаны пайдаланып, қазақтың Қажымұқандай ұрпақтары бұл күнде бара жатыр майдаланып. Ұрпағы бара жатса майдаланып, ағасы сын айтасын қайда барып. Болатпенен Бақтиярлар бар емес пе, ағасы сөйлегенде ойланалық. Айтысқа келген кезде барды салам, халықтан қарғыс емес алғыс алам. Өйткені шыққан жерден келіп тұрмын, әйгілі Октябрь мен әбді салам. Деп осың қазағымнан алғыс алам, деп осың мына жерде барды шығарам. Жауырыңды жерге иіскетіп сен кетесің, себебі сахнадан қарғымасаң. Бокс деген қазаққа дайын бақыт, жүретін абыройды қоюлатып. Сәпиіп серіп келді Чикагодан, әлемді 2 мәрте мойындатып. Өзіңе бермейді ғой ойың бақыт, ағаңды отырмасаң пайымдатып. Әлгі айтқан біздің шебер боксшылар Пекинде жүрсін елді мойындатып. Жердегі алғашқы үй Қағба екен, Ибрахим мен Исмаил салған екен. Үй болса күй болады деп айтылған, бабалардың сөздері заңғар екен. Бабалардың сөздері заңғар екен, ең алғашқы баспана Қағба екен. Осыларды ұрпаққа жеткізетін, бабалардың сөзінде мен барма екен. Рухымды биіктетіп қойсам өрге, жырыммен құшағымды жайсам елге. Ағасы дұғай сәлем айтыңызшы, Тараздағы кеңпейіл жайсаң елге. Жеткізем сәлеміңді жайсаң елге, Құдайым кез қылғасын жайсаң ерге. Жамбылға кел қыдырып алын ішек, құрметтеп шығарамын сені төрге. Ардақты ағайын, міне 3 бөлімнен тұратын негізгі айтысымыз аяқталды. Олай болса, жыр додасына түскен қос жүйрікті қолпаштап шығарып салайық үзіліске. Бүгінгі тартыста кім оза шабар екен деп отырған көрерменге осымен қалаларалық телефон және ұялы байланыстың SMS жүйесі арқылы қабылданатын дауыстардың, сондай-ақ тәуелсіз сарапшылардың айтысты бағалауын
тоқтатылған мәлімдейміз. Құрметті көрермендер, ортада отырған, залда отырған жиналған қауым, ұл қыздарыңыздың қолындағы жәшікке арнайы бөлігіне сіздер де өз мүмкіндіктеріңіз жасай аласыздар. Дауыстарыңызды Олжас Отарға берем деген ниеттеріңіз болса, жәшіктің бір, ал Ғабит Сапарбековті қолдаған болсаңыздар, жәшіктің 2 саны белгіленген тұсына билеттеріңізді салыңыздар. Ал енді ардақты ағайын, Иісі Қазақтың жанына балайтын айтысты көруге арнайы келген қалың елдің ең ортасынан табып отырған белгілі әншіміз, Алталашқа мәлім айтулы әнші Бекболат Тілеухановты құрметпен ортаға шақырайық. Бекболат аға, бүгінгі айтысқа арнайы келіп отырсыз ғой. Сізден халық ән сұрайды, орындық. Алдарыңызда белгілі әнші Бекболат Тілеуханов. Ана атаның тайлақ аты қалмайды деген секілді, мен Тілеуханов деп хабарлап жатыр. Тілеуханов боламын, қазір Тілеуханмын. Естеріңізге сала кетейін. Енді мына домбыра менің домбырам емес, даусымда пәлендей бабында емес. Бірақ мына ортаға келіп тұрған соң сіздердің сөздеріңіз жерге тастауға болмайды. Сондықтан енді даусым пәлендей бабында болмай жатса айып етпейсіздер. Молдабай дейтін шал болған, Орынбор өлкесінде. Орынбор Мәрдөктің маңында өз сері болған, өзі ақын болған, өзі әнші болған, домбырасын сермеп ән салатын болған, сол шалдан қалған бір-екі ауыздан мынау тікелей эфир ғой, сондықтан ұзаққа сілтемей сол Молдабаймен шектеле қойын. Берген Молдабай балға жарлы болса да айтар сөзге тілге бай, сөйлер сөзге келгенде Орынбордың алдында тағалаған жырғалай. Сөйлетілім жарықпа, жарқында жақсы қалыққа, білгеніңді айтпасаң тыңдар сөзің бар екен сіздің айтқан қалыққа. Ақы құстай шарықта жақсы менен жаманды аудармалла біз етіп көп ішінде қалықта. Молдабайдың ән едің, осылай қылып ән салсап домбырамның сән едің. Хандыр киген көзіне, кімдер әуес болмаған Молдабайдың сөзіне. Ақ жібегі болмаса үйдің сәні келмейді, шымораулы болмаса шидің сәні келмейді. Егескен жау мұқат ердің сәні келмейді. Қара жерден қар кетпей, көкірай шалғын жер кепкір, жердің сәні келмейді. Қызыл жасыл киінбей, қыздың сәні келмейді. Қыз бозбала жиылмай, жүрдің сәні келмейді. Молдабайдың ән едің, осайлы ән салсап домбырамның сән едің. Ой, hey, 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 wow, wow. Hey, 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 wow, wow. Деп айтады. Бекболат Тілеухан, аға кетпеңіз сахнадан. Бүгінгі айтысқа арнайы келіп отырғандықтан, бүгінгі айтыстың жеңімпазында өзіңіз есімін атап кетіңіз. Қазір міне айтысқа тәуелсіз сарапшылар бір ауыздан бағасын беріп кетсін. Қысқадан сұқада неше баға ұпай бергеніңізді Гүлбану апа сізден бастап сұрайық. Талдау тақырыптық айтыста
екі ақында тақырыпты ашуы жағынан тең түскен болатын 14-те 14. Самғау бөліміне келген кезде бүгінгі өмірдегі ащы шындықты жақсы айтқандығымен ерекшеленіп, мына Олжас алға шыққан 28 ұпаймен. Ғабит 24 ұпай алған болатын. Енді жалғау бөліміне келгенде Ғабит болашаққа деген сенімін жалғағандығыменен, көркем тіліменен, образды теңеулеріменен алға шықты. 38 ұпай. Ал Олжас болатын болса 36 ұпай алды. Рахмет, сіздің Тоқтар аға қысқа нұсқа бағалауыңызды ғана айтыңыз. Уақытыңыз. Жалпы айтысты жақсы өтті деп бағалаймын. Бірақ біреу озу керек. Мен 41-де 40 Ғабитке дауыс. Ғабитке. Жібек Доспаев. Мен де айтысты жақсы өтті деп ойлаймын. Көптеген мәселелерге жақсы шумақтар айтылды. Олжас Ғабит айтылды деген әдемі сөздер де қалды артында. Мен екі ақында 1-де 41-де 41 бердім. Сонымен қадірменді қалайық, дауыс берудің 3 түрі. Қалааралық телефон SMS жүйесі өздеріңіз залда отырған ағайынның тәуелсіз сарапшылардың бағалау бойынша бүгінгі жеңімпаздың есімі мұнда. Бекболат аға ашып өзіңіз жария етіңіз. Бір ауыз сөзіңізді айтып барып, өзіңіздің айтысқа деген бағаңызды беріп барып хабарласаңыз. Жалпы айтыс қазақтың жаны ғой. Оны кейбір өзінше өркениетсіп жүретіндер айтысын менсінгісі келмей өзінше сөйлейтіндер болады. Оның ар жағында ұлтына деген, ұлттың тіліне деген құрметтің жоқтығы, домбыраға деген құрметтің жоқтығы, қазақтың ұғымына, қазақтың дүниетаныма деген құрметтің жоқтығы бар екен білмей жетеді. Әйтпесе не болса соны қызықтап атады. Не болса соны қызықтап, әр ұлттың жасаған сол ұлтқа тән нәрселерге кейде басын шұлғып, соны мақтап жататын кезіміз болады. Мақтансақ біз айтысымызбен мақтанайық. Мақтансақ біз өзіміз дәстүрлі танымымызбен, қазақтың тілімен мақтануымыз керек. Сондықтан бұл қазақ айтыс қазақтың жаны. Біздің осы біраз шыңға жетіп жатса, осы айтыстың арқасы кезінде сонау 80-ші жылдардың басында айтыс дамыған кезден бастап біз алғашқы сол жерде терме айтып халыққа таныла бастағанбыз. Талай адамдарды танымал қылған айтыс, талай көкейімізде жатқан, жүрегіміздің түкпірінде жатқан ойды айтқан осы айтыс болатын. Сондықтан айтысқа қарсы сөз сөйлеу, ол қазаққа қарсы сөз сөйлеу. Айтысты менсінбеу, қазақты менсінбеу. Ал енді бүгінгі айтыс өте тамаша өтті. Жігіттер, сен тұр мен атайын деп отырған жігіттер тамаша. Әйтеуір жарыс болған соң біреу озу керек қой, біреу кемдігінен, біреу әлсіздігінен деген сөз емес. Бақша бабам, бап шабама дейді. Бағының да шапқаны шығар, бабының да шапқаны шығар. Бүгін біздің Күнгейден келіп отырған, Түркістаннан келіп отырған Ғабит бауырымыз, мінекей Ғабит Сапарбеков жеңді. Бүгінгі 9-шы топ арасындағы жеңімпаз Ғабит Сапарбеков. Келе ғой Ғабит. Құтты болсын жеңісің. Олжас Отар, Жамбыл. Ал енді Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының ақындарға дайындаған арнайы сыйы бар. Мынау жеңген ақынға өз қолыңызбен табыс етіңіз. Мінекейіңіз 100 000 теңге ақша екен. Құдай игілігіңе жаратқызсын. Өрелі сөз айта білген Олжас ақынға. Олжас ақынға, мінекей Олжастың арқасында осындай тамаша үлкен айтыстың бәріміз тамашалаушысы болдық. Олжасқа да мінекей аз шаруа емес. Құдай берекесін берсін, 70 000 теңге. Қадірменді қалайық, әр жексенбі сайын Қазақстан ұлттық телеарнасының тікелей эфирінде өтетін аламан айтысты көруден құр қалмаңыз. Келесіде кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет. Хабардың бас демеушісі Альянс Банк. Альянс Банк Сайын ұлттық арнаның тікелей эфирінен көрсетіліп келеді. Бұқарашылап сөз бастап көрейінші, Бұқараға ой тастап бұяқтағы. Бір ауыз менде бір сөйлейінші, ағасын менде болсын құлағыңыз, әділетім, әділетім. Аламан айтыстың ережесі
келісіне сәйкес бұл жолы дүбірлі додаға бірінші топтың қалған екі ақыны оңтүстік қазақстандық Ғабит Сапарбеков пен Жамбыл облысының айтыскері Олжас Отар түсті. Адамның дегені емес, Алланың дегені болады. Бірақ бір керемет айтыс жасауға тырысып көреміз деп уәде беремін. Шымыр сөзбен шымшылап бұл үнімді жіліктеп жіберейін жайғастырып. Сөзің шекер болғанда жырың кәусар, қар өлеңді жіберіші қаймақ қылып. Аман есен келдің бе оңтүстіктен, ағама көрсетем деп қайраттылығы. Бұл айтыстың негізгі мақсатын халықтың рухын оятсам деймін. Осы басты ұраным. Ол жасағам алдымда жыр құрады. Шабуылдап барады құрғыр әні. Ол жеге тебегенге ұқсайсың ғой, тебегенді сүзеген сындырады әкегер. Ар мен ақиқатты бірінші қоятын жаны ізгі, ниеті түзу адам ғана төргі озат деген нақылды өміріне сергеткен жамбылдық Олжас Отар сөз өнеріне студенттік шағынан бастап жол тартқан. Ол республикалық, облыстық, аймақтық айтыстардың жүлдегері атанған. Тіпті салық саласында жүріп айтыстағы өнер үшін салық комитетінің арнайы грамотасымен де марапатталған. Шалқар теңіздей шалқыған айтыс өнерінде ақын ретінде өзіндік із қалдыру менің алға қойған мақсаттарымның бірі. Бұл Олжас елдің мұңын уайымдайды, абайлап алды артын пайымдайды. Сатқындар аз емес қой бұл қоғамда, ол енді еш уақытта жойылмайды. Ал Олжастың осы жолғы қарсыласы Ғабит Сапарбеков қойшылардың алгебрасы сыналатын ұлттық ойынымыз тоғызыманақты ойнағанды ұнатады. Айтыскер ақынға аса керек қасиеттердің бірі ықтияттылық пен сақтықты осы ойын арқылы қалыптастыруға болады дейді. Сүйектен өтер сөз құдіретін мәртебесін асқақтату мен секілді ұланның басты міндеті деп білем. Оңтүстік құтты өлке ырыс қонған, сөзімнің ақиқаты сол болады. Қаратаудан табылғаны жалған емес, өркениеттің алғашқы таңбалары. Аламан айтыс теледуманның бірінші бөлімі талдауда ақындардың арқасын қоздырып, көсілі жырлауына адамдық борышың тақырыбы арқау болды. Сын сағат келген кезде сырт айналды, талайлар Қонаевтың досы болған. Осындай опасыздық емес беді, қапияда Махамбеттің басын алған. Бір сатқын шықпағанда, Шыңғысханда ойсырай жеңілер рет отырардан. Олжас тарихи тұрғыдан саралап берсе, ал Ғабит бүгінгі өмір тұрғысынан, бүгінгі қоғамдық тұрғыдан тақырыпты аша білді. Прокурор қылмыскерден пара алмаса, қылмыскер құтылар жол таба алмаса, директор жас маманды қабылдарда шатыр емес біліміне қарар болса. Бұл жолғы тақырып заманның құбыла соққан күре тамырының бүлкілін дөп басып дер кезінде үн қосатын ақындардың азаматтық өрісімен дәлме-дәл келген секілді. Жұртымның жүздерінен жылу кетіп, жақындап қалғандай ма заман ақыр. Аурудың алдын егер біз алмасақ, ертең кеш боп қалады қарада тұр. Тәуелсіз еліміздің бағы үшін шабыттың шамшырағын үрлеп көрем. Татулық керек біздің елімізге, бірлікті ең негізгі діңгектерем әгеге. Жастар бүгінгі көп мәселелерді қамтыды. Себебі бұл көп сөзділікке салынбай, аз сөзге көп мағына сыйғызды. Соған қарап өздерінің ойларындағы айтайын деген мәселелерді толық қамтыған сияқты болды. Ел тағдырын жеке басының тағдырынан артық көретін ақындардың айтысты айтарда, жырларда елдің қамы мен қарекеті. Айтыстың самға бөлімінде айтыскерлер қарсы жақтың кемшін тұстарын тілге тиек ете отырып, елдік деңгейде көтере білді. Үш ауданды алғандары азбай еді, үндерің жоғарыға жете алама. Осы жағын неге сендер ескермедің, келісім болған кезде шекарада. Қалып кеткен ағайын шекарада, қашанғы сандалады екі арада. Екінші самғау бөлімінде Олжас Ғабитке қарағанда озық болды, батылырақ түсті. Ол Ғабит Олжастың пікірін тоқтатпақ
болуп әрекетті жасады. Жақсын айтып жаманды жасырсайшы, шырқайық қос қаланың бірлігінің. Біз түгілі ол жеке қарғаларда көздерін шұқымайды бір-бірінің әкелер. Ғабиттің бұл жерде ел ішіндегі орын алып отқан кемшілікті қалың көпшілікке жариялап не қыласың, одан не ұтамыз деген сияқты кейде өзінің пікіріне өзі Жүре берсін. Ақындықтың аламанына сәйгүлігін көмбеден қосқан әрбір аймақтың өз жерігін мәреден тосуы заңдылық. Алайда бірде бап, бірде бақ шабатын айтыста ақындардың жеңу не жеңілуі айтыскерді қолдап қолпаштайтын көрерменге көп байланысты. Айтыс жақсы өтті. Сөздердің бәрі жатық, жақсы. Бұрында қатысып жүрмін енді. Сондықтан бүгін Ғабит таңдадым. Тіл өткірлігі, өзінің алғырлығы, өзінің несіменен маған қатты ұнады. Сондықтан Ғабитке бердім. Өте ырза болдым. Олжастың да екеуінде жаңағы айтысқан айтыстар өте ұнады. Жақсы, біздің жастарымызды осылай тәрбиелей білуіміз керек. Уақыттың бұрқасындарына бағынбай, өзінен де, өлеңнен де көз жаздырмай келе жатқан ақындардың шабыты шарықтасын деп тілейміз.